Assalamualaikum hurmatli ko'rganlar. Bugun pol salу жұмысы басталып жатыр. Екі мастердің жұмысымен танысатын боламыз. Көріп бағасын беріңіздер. Анау ламинат паскысымен. Елшқа болып түсетіні. Қиғаш бөлменің бұрышынан басталады. Көтеріп тұрып кіргізіп алады да балғамен ұрады бір-бір. Мұны қайда жар жақты? Жер қайда? 45. Мынаны кессе онда. 63 деп болады екен. Ламинат сұрап отыр ма? Иә. Ана бірдей болып қалады екен да, ана жаңағы кескенімізше. Әркім әртүрлі салдырады негізі. Біреу прямой салдырады, біреу мынадай жеген жатқызып алады, сосын кішкене көтеріп тұрып. Енді сызғы жабысты. Енді ламинат кішкене көтеріп балғамен. Жер ашты. Балғамен жабысты. Шетін өлшеу болып отыр. Бұл да 45 болды ғой. Бұл қанша болды? 60. 4-5 болады. Бұрыштан бергай салғанда расход көп болады. Прямой салса расход аздау шығады. Бұрыштап тартқан төсеп бастаған кезде мынадай кусоктар бір-біріне сәйкес келмей қалады. Прямой төсесең екі бетіне айналып түсе береді. Ламинаттың кусоктары. Астына төсейтін поролоны. Ламинаттың астына төсейтін подложка дейді. Бұрыштап төсеген кусоктар жарамай қала береді енді. Расходы сол. Мынадан да 3 бұрыш кесіледі. Қарай.
замок кийледі. Өзіңе тек сұршады. Астын бір көрсетші бер. Келесі құмсоқ көлшеу. Bir жағы екен. Осыдан есте. Yol шығып төсегенде мына жаққа келмейтін кусоктар. Екінші бұрышқа сәйкес келетін мына. Мінекей, мына замоктар сәйкес келмегеннен ана бұрыштан кесіліп алынған, мына жаққа сәйкес келеді. Қолыңдағы екеуі де екі жаққа жарайды. Ана күзік берме. Қабырға түзілмес. Кіріп кеткен. Қабырға кесік кезде осындай шетіне 0,8-1 сантиметрдей қалдырып отыру керек. Ламинат төсегенде ағаш сол үшін қойылған. Жиектегі тігіне тұрған ағаштар. Ламинат салып болғаннан кейін созылады. Сол кезде ортасы дөңгіп көтеріліп кетеді. Егер дым еш нәрсе қалдырмай қабырғаға бекіп тақап қойсаңыздар, қабырғаға былай тақап құрастырсаңыздар, пол жайса көтеріліп кетеді ламинаттың ортасы. Мынадай зазор қалдырады. Ағаш қойып қойып, кусоктарды кесіп тігінен. Бөлменің ағаш шыққаннан кейін, ар жақтан кесілген кусок, мына жақты кесіп қойып түсе береді. Бір-біріне жарайтын болып шығады. Ар жақтан кесіліп қалған кішкентай кусок, мына жаққа кусок көп түсе береді. Канал ұнап жатса, лайк басыңыздар. Видеоны аяғына дейін көріп, мастерлердің жұмысы ұнап жатса, хабарлассаңыздар болады. Жиырма жылдық стажы бар жігіттер Европаға келгенде Абделка үйдің үшін барлық жұмыстарын істей алады. Липкас, обой, наливной пол, ламинат төсеу. Профильдердің неше сантиметр жатыр? Арасы? 40 сантиметр. 40 сантиметр. Жиылды келіп алғаныздар еді, түзеулігін шығарып үшін. 60-тан тартса бола ма бұл? 60-тан болмайды. 60-тан кім 60-тан ғана саласың? Гипсокартонның ені қайсы сантиметр еді? 120. Алдыңғы видеоларында бір гипсокартон каркасын тоқып отқан, осы бөлме болатын. Перде тағатынымен болған еді сол кезде. Каркасын енді құрастырып жатыр еді, қазір тегіс.
шыққан, потолок істелінген, гальтеге жабысқан. Мынадай потолоктың егесі болам десеңіздер, осы екі мастерге хабарлассаңыздар болады. Екі стажы бар. 2002 жылдан бері Евро істеп жүрген, осы Алматы облысында. Мынадай қабырғадағы узорлар квадратный. Осы чакрандағысы. Үш уровендегі потолок. Бұның да бұл жерде перденің басы көрінбейтін, карниз көрінбейтін жері бар. Мына жерге тоға келіп қойыпты. Кондиционер қояды ғой деймін шамасы. Мына жақтан да теплый полыменен, котел установка.